Достар, бармысыздар. Мынау Сарыағаш курорттық аймағындағы Маржансу шипажайына жазылған демалушылардың пікірлеріне келетін болсақ, мінекей мен Google іздеуішінде санаторий Маржансу отзывы деп жаздым. Сөйттім де мына жердегі сіздерге көрсетейін. Санаторий Маржансу, мына жерде пікірлер. Мына пікірлер, осы пікірлерді оқып танысып көрсек қызметімен, былай дейді. Бір ай бұрын 2025 жылы қараша немесе қазан айында келген кісі екен. Осы шипажайды күйеуіміз екеуміз бардық шипажайға дейді. Жартылай люкс категориясындағы номер үшін біз күйеуіміз екеумізден 20 000 теңгеден алды дейді. Бізді ресепшнде қабылдап алғанда бір қабақтарын түйіп және қажет ақпарат берілген жоқ дейді. Барлығын өзіміз сұрап алуға тура келді. Әрбір қызметкерден анау қайда мынау қайда деп сұрап жүрдік дейді. Сервистің жалпы деңгейін 10-нан 5-ке бағалаймын дейді. Және сол шипажайдың аумағында жол табудың өзі оңай болған жоқ. Жол көрсететін әртүрлі белгілер аз. Жолды демалушылардан сұрап жүрдік дейді. Номердің жағдайы дейді, тазалығы 10-нан 5 деген дәрежеде дейді. Әжетханасында жағымсыз иіс бар, есіктері лас, душтағы су қатты, төмендігі реттелмейді дейді. Біресе қатты болып кетеді, суық болып, біресе тым ыстық болып кетеді дейді. Ал жақсы жақтарынан тек қана балконның барлығы, балконның болғаны ғана бізге ұнап тұр дейді. Және ғимараттың ішіндегі тазалық тағы да ол да көңілге қуаныштатын емес дейді. Барлық жерде шаң, тазалық үнемі жүргізілмейді. Ал тазалаушы мен медперсоналдың саны жетіспейтіні көрініп тұр дейді. Тамағына келетін болсақ, жалпы алғанда дәмді, алайда асханада қол жуатын раковина жоқ дейді. Қол жуу үшін номерге оралуға тура келіп жүрді дейді. Ал асханадағы қызметкерлер барлық кезде сыпайы бола бермейді дейді. Және қызмет көрсеткенде кішкене қабақтарын түйіп жүреді дейді. Ал ем шаралардың барлығы астыңғы этаж, нулевой этаж дейміз, жаңа подвалда орналасқан. Ол жерде барлығы тар және адам көп дейді. Және ол жерде ұзын сонар кезек пайда болып, адам демалушылар арасында түсініспеушіліктер көптеп пайда болады дейді. Санитарлық тазалық деңгейі төмен. Мынау төсеніш, жайма дегендер бір кездік емес дейді. Және қайта-қайта пайдаланыла береді. Және ем шара өткізуге арналған аппараттар, мынау бет, мұрын, тамақты жасайтын аппараттар, оларды өз бетімізше спиртпен дезинфекция жасап жүруге тура келді дейді. Ал жеке гигиена заттары, мысалы сабын, тіс пастасы, шампунь дегендер тек қана өзіңдікі болу керек дейді. Және демалу үшін 5 күнге төледік, бірақ осындай ненің кемшіліктердің кесірінен біз ерте кетіп қалуға, 4-ші күні кетіп қалуға мәжбүр болдық дейді. Міне бұл 2025 жылғы пікір. Ендігі бір пікір. Маржансу шипажайының қызметін 3-ке бағалаймын дейді. Медперсонал жетіспейді. Бір кабинеттің қасында жарты сағаттап тұрасың. Бір медик 3-4 кабинетке қызмет көрсетіп жүреді дейді. Асханасы да 3-тік деген бағаға, беретін тамағы онша емес. Шайды алу үшін 15-20 минут күтесің, өйткені ыстық су өте баяу ағады дейді. Ресепшнде осы мәселені шешіп берулерін сұрап едік, ешқандай жауап болған жоқ. Және осы шипажайдың басшылығы ешқандай айтқан сыни пікірлерге, сыни сөздерге жауап та бермейді, қарамайды дейді. Ал жалғыз қуантатын нәрсе барлығы бір ғимараттың ішінде болғаны, барлығы ем шарасы, асханасы және несі номерлері дейді. Енді келесі бұл кісілер бір ай бір болса, 2019 екен, ол 2019 енді одан бері 6 жыл өтіп кетті. 6 ай бұрын дейді. Апрель айында, сәуір айында болдым дейді. Тамаша қызметке риза болдым дейді. Тамаша тамақтану, ем шаралар және уақытылы тазартып отырады дейді.
апрель айында болдым дейді. Мысалы 6 ай бұрын айтыпты, маржан суға риза болдық дейді. Мына жерде Қарлығаш Зиядинова, ол да ризамын дейді. Кондиционер бар дейді, риза болдым дейді. Мына жерде 2 жыл бұрын жазыпты, осы бір пікірді оқи салайық. Шипажайдың Әсел Байсалбаева депті. Шипажайдың концепциясы жаман емес, бірақ барлық біздің әсерімізді бұзған мынау қызмет көрсетуші персонал дейді. Әкімшіліктен бастап мынау тазалық қызметкерлеріне дейін бәрі әсерді бұзды дейді. Жақсы жағы, барлығы бір ғимараттың ішінде орналасқан, номері де, ем шарасы да, тамағы да, және минералды суы тасымалы емес, тасымалданатын емес, өзінікі дейді. Айнала аумағы таза, күтілген, асханасы ыңғайлы, бассейні де жаман емес, бірақ бассейн барлық уақытта ашық емес, тек қана кешкі 5-тен дейді. Бұл онша ыңғайлы емес, ішпімысы сағат 2-ден бастап ашса жақсы болар еді дейді. Ал енді ашық бассейн туралы ештеңе айта алмаймын, өйткені біз күз кезінде барғанбыз, және ол жұмыс істеп жатқан жоқ еді. Люкс номерлер жақсы, барлығы жаңа, ал кең болды, ішінде фен, үтіктейтін тақтасы болды, журнал үстелі болды, 2 жұмсақ орындығы болды, шайнек, телевизор, кішкентай емес дейді, үлкен телевизор болды, тоңазытқышы, жаңа шкафтары, тумбалары, және бір адамға арналған төсектері кеңді жайлы болды дейді. Және мынау әжетханасы да кішкентай емес, бірақ зат кептіретін сушилка болған жоқ, және біздің балконымыз болған жоқ дейді. Бізге ол аса маңызды емес деді. Басқа номерлер туралы айта алмаймын дейді. Екінші люксте отбасылық 2 орындық төсек болды, қосымша диван болды, ол да кішкентай емес дейді. Нөмерлерде тапочкалар берді, сүлгі берді, қолымызға және баня шомылатын сүлгілер, және халат берді дейді. Және мынау әжетхана қағазымен жабдықтап отырды, және сабын қойған дейді. Бірақ шампунь, щетка, тіс паста деген нәрсе болған жоқ дейді. Ал енді минусына келетін болсақ дейді. Мен номерді әу бастан туроператордан брондап, 2 люкс деп шипажай мөрімен бронь талонын алып алған едім. Бірақ біз келген кезде біздің броньымыз жазылмаған болып шықты, және бізді қарапайым 4 орындық нөмерге жайғастыра салғылары келді. Ал ол біздің жоспарымызда жоқ еді. Біраз айғай-ұйғайдан кейін бізді 2 люкске айқайласып жүріп орналастырды. Біздің ойлағанымыздай. Администраторына келетін болсақ, ешқандай субординация, ешқандай әдеп деген жоқ дейді. Біз оларға бір тегін келіп, тамағын тегін жеп кетуге келген адамдай ұқсап, тіпті туалет қағазының өзін сұрап жүрдік дейді. Ешқандай түсіндіру, жол көрсету деген болған да жоқ. Барлығын іздеп жүріп тауып алу керек болды. Ал номерді жинау кезінде әйтеуір жүрдім бардым жинай салды. Тек қана шаңсорғышпен тартып кете салады, еденде сүртіп кете салады, оның өзін жартпайды. Интернеті нашар жұмыс істеді, оны да үнемі айғайлап сұрап жүрге тура келді дейді. Асхана деген нәрсе ол өз алдына бір әлем. Іліп қойған, көрсетіп қойған нәрсеге менюлері тіптен сай келмейді. Дайындаған тамақтары ешқандай таңдау жоқ. Ал жеміс-жидектен алма мен жүзім ғана болды. Шайы пакеттелмеген, біз өзімізге шайды магазиннен сатып алдық дейді. Ем шаралар жаман емес, бірақ араласып кеткен уақыт бойынша және кезек бойынша ондай нәрсе жоқ. Барлығы тірі кезекте күтесін ұзын сонар. Ал бір реттік жайманы мынау процедура жасайтын жерлердегі ешқашан ауыстырмаған секілді дейді. Тер мен кірдің иісі шығып кеткен дейді. Алғаш кезде мен өзіммен бірге сүлгі алып жүредім, бірақ кейін қарасам төменгі жақтан кішірек жайма алып алуға болады екен. Оның өзінде абайсызда біліп қалдым. Онда да екінші күні барып дейді.
Ал мынау көңіл көтеретін жағына келетін болсақ, өзінің кинотеатры бар, бильярды бар, үстел теннисі бар, тренажерлары бар деп айтылған еді, бірақ кинотеатрда ештеңе көрсетілген жоқ. Бөлмеде жартылай сынып қалған тренажерлар тұрды. Бұл бір керек емес заттарды жинап қоятын бір там төбесі сияқты дейді. Бильярдтың кийлері сынған, жарығы нашар. Жалпы осы шипажайдың егесіне айтар кеңесім, мынау қызметкерлеріңізді үйретіп, кішкене сыпайылыққа тәрбиелеп қойсаңыз екен дейді. Және асханадағы менюді кішкене әр алуан қылып жасаса екен дейді. Мінекей бұл кісілер Google, мына жерде Google'дың несінде осылай депті. Енді Яндекс жағына келіп көрсек. Яндекс пікірлерге қарайтын болсақ, 23 қазанда жазыпты, Бауыржан Қайырденов деген кісі жақсы деп жазыпты. Мынау 18 қазанда ол да жақсы деп жазыпты. Сосын Жандос Акимбаев деген кісі ол жақсы депті. Және мынау Зухра Люхудзаева деген кісі ол да жақсы депті. Мына бір кісі жазыпты, алғашқы 3 күнде онша болмап еді, бірақ кейін жақсарды дейді. Тамағы жақсы, персоналы да жақсы шырай көрсетті, шынай танытады дейді. Ал енді Данагүл Қауанова деген кісі 5 қыркүйекте жазыпты. Порталмен бардық, қызмет көрсету орташа, тамақтары да орташа. Мынау медициналық қызметкерлер жақсы, 5 балға жетпейді, бассейні қалыпты жақсы дейді. 27 тамыз күні жазыпты, тамақ онша емес, тамаққа специяларды көп қосады, және құр су екен, сылдыр су екен көрініп тұр дейді. Ал екінші тамағы бір қалған құтқан азық-түліктен жасағандай дейді. Барлық аппараттар ескі, тұзды шахтасы өте кішкентай, ал медперсоналдары жай қыдырып жүреді дейді. Ал дәрігерге бір сенім жоқ дейді. Өйткені мынау жеке басының сұрақтарын қоя береді адамға дейді. Және администрация ресепшнда мынау құжаттардың оригиналы керек екенін айтпайды. Сондықтан біз оригинал алмағанбыз дейді, бірақ оның бәрі Каспийде бар ғой дейді. Сондықтан біз айттық дейді, баланы емдетуге бара жатырмыз. Сондықтан баланың еміне дәрігерге зорға дегенде жолдама берді дейді. Бара салысымен кішкентай баламыз ауырып қалды. Дәрігер ем-дом жазғысы келмеді. Қаланың басқа жағына барып, инфекциялық больницаға барып, сол жерде дәрігер қарап берді дейді. Люкс бөлмеде жатып, күндігіне 60 мыңнан төледік дейді. Мағжан Антай деген кісі жақсы деп жазыпты. Гүлсім деген кісі жазыпты, 22 тамыз күні. Бұлай депті, маржан су өте ұнады, бәрі жақсы, тек администратор ұлжалғас адамдармен дұрыс сөйлесе алмайды, ашуланады да отырады. Келмеңдер, орын жоқ, бала әкелмеңдер, сұрақ қоймаңдар деп ештемені жаратпай отырады. Келесі жылы баруға желание қашып кетті. Дұрыс қарсы ала алмайды екен демалушыларды. Күнімізден бұрын шығыңдар деп шығарып жіберді. Адам келеді, жинап үлгермейміз деп, бірақ 7 күнде бір жуып төсек алмастырылған жоқ, қалғаны бәрі күшті, тек ұлжалғас грубый дейді. Міне достар, әзірге осыны бір қорытып алайық, онан кейін тағы да хабарда боламыз.